Orunu tutup gelirsin mi? Kolunu koymayacaksın da. Ben endi betini yuvamiz. Qo'l ana yoqqa boramiz. Ötüm. Bakalım. Ne oldu? Canım oğlum. No. Oğlum. Vah. Ne oldu? Vah şimdi? Vah ya. Mama. Ağustos'ta ne dedik be? Bana bir daha bir çıkıldı boyu. Ne dedik be? Ha? Taşımızı istek oldu. Ağustayda ұйықтаттым. Өзім қазір жеңіл қылып түскі ас ішіп аламын. Айранмен, киви, сосын сол витаминімді ішемін. Негізі әдетте де мен сол түскі ас жасаймын. Үйде аян болған кезде. Бірақ бүгін сол енді кішкене уақытымды басқа нәрсеге жұмсағым келіп тұр. Сол үшін жеңіл жетпі бір нәрсе қазір жей саламын. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Бүгін айтпақшы ет келу керек. Біз Жапонияда халал ет жейміз. Көбісі сұрайды, қандай ет жейсіңдер деген сияқты. Халал ет. Қазір егер үлгеретін болса, онда сіздерге көрсететін боламын. Айтпақшы мына шараларды біз андай екі жағында да скотч бар ғой, дабл сайд тейп деп айтады. Соны қолданғанбыз ғой. Енді алғанға ізі қалатын сияқты, сонымен енді тұра берсін деп жатырмыз. Ақыстайдың туған күнінен қалған ғой. Қазір Ақыстайдың вакцинасының қағаздарын толтырамын. Жалпы сіздерден сұрайын дегем, вакцинаға қалай қарайсыздар? Енді мен өз жағдайымда вакцинаға жақсы қараймын, дұрыс қараймын. Балаларымыздың Наршатайдың да, Ағыстайдың да барлығының вакцинасын уақытылы солай салдырамыз. Бірақ вакцина салдырмайтын ата-аналарды да мен жаңағыдай енді қалай айтсам енді былай неге салдырмайды деп олай айта алмаймын, себебі ол кісілердің де басынан мүмкін неше түрлі жағдай өткен болар. Сол себепті салдырмауының бір негізі себебі бар шығар деп ойлаймын. Сол себепті оларға да жаңағыдай жазғырмаймын деп айтсам да болады. Бірақ өз басым вакцинасының бәрін де толық салдырып жүремін. Сіздермен кішкене әңгіме айтайын деп. Енді кішкене түскі асымды дайындап, сонымен
наша Ағыстайдың вакцинасының қағаздарын толтырып қоюым керек. Менің түскі асым мынандай. Мынау қияр мен редиска сияқты салат, ішінде тофу үшеуі. Одан кейін мынандай кішігірім ана десерт, одан кейін витаминді ішіп, мына Ағыстың және Нашатайдың вакцинасының қағаздарын толтыруым керек. Міне вакцинасы 1 жастан кейінгі салынатын вакциналарын толтырып, 2 айдың 4-інде барамыз, соған дейін бітіп қойым керек. Күнген түніне дейін балапаным 100 тамақ бар екен Ағыстайдың ішінде. Алманы жедім балаңа сен? Алма жедім балаңа? Алма? Айтамын. Айтпақшы нандарды мен бұрын кәдімгідей таба нан сияқты болып салатын едім да. Бірақ осы жақыннан бастап мындай палочки сияқты, таяқша сияқты қылып жасайтын болдым. Балаларды қытырлатып жегенге, одан кейін үзгенге жақсы болады екен. Сол рецепті сол әдеттегі нан сияқты, тек қана осылай ғана саламын. Деп салып, Ағыстай екеуміз не пісіріп тастады? Бауырсақ пісіріп тастады. Нанды жай тастадық. Келдім. Қазір етімізді аламыз. Та-дам! Шашылып жатыр. Мына біз Қазақстанға жолдайтын қораптар. Етімізді қазір ана жаққа сүйреп алып барамыз. Осындай Хажи Баба деген сайт бар. Халал өнімдер. Солар. Етті шайық, я? О, не бар? Қандай заттар бар? Қандай ет алдық көрсетейік, я? Көрсетейік ба? Қара. Мынандай ет алдық. Бұл жаңағыдай. Бұл қандай? Бұл жұқа бұлай туралған еттер ғой. Мен андай саңырауқұлақ бар, соны орап бұлай жаңағыдай десерт сияқты жасағанды жақсы көремін. Осы. Одан кейін Ағыстай тоқта. Одан кейін тауықтың фаршы. Мындай 2 қойдың фаршын алдық. Самса деген сияқты жасағанға. Одан мынандай нәрсе, жаңа бір нәрсе алдым. Мынандай карри. Мынау тауықтан жасалған, тауық және помидорлардың карресі. Мына йогурт, шпинат және пияздан жасалған карри. Нашатай жақсы көреді, сол жасап көрейік деп жатырмын. Бірінші жасаймын. Бүгін жасайық па карри? Жасайық па Ағыстай? Жасайық, е? Одан кейін гречка, қара қымық. Сосын мынандай 2 сосиска алдық, шұжық. Таңғасқа, болмаса пиццаға жақсы кетеді. Одан кейін барып, мынау не? Бір жақсы аяның жақсы көретін тамағы бар. Негізі мына дүкендерде де сатады, ойстер соус, бірақ мен ондай құрамы бізге келмейді. Сол себепті осындай сайттан заказ берем. Онда ойстер соус. Бұдан да бір күні тамақ жасап көрсететін болам, е? Одан кейін барып еттер. Қандай ет? Мынау қойдікі. Саныма, аяғыма палау жасағанға мен қолданам. Тек палау жасағанға ғана. Одан кейін барып мындай 2 туралатын ет, жаңағыдай лагман, болмаса күнделікті тамаққа туралған, өзі туралғанда мен тек қана бөліп 2-ден бөліп, жаңағыдай әр тамаққа қолданатынды бөлек-бөлек орап қоямын. Одан кейін барып Ағыстай не?
Одан кейін асатын еттер алдым. Мындай міне аяқ, жамбас бар. Өте асқанға жақсы. Сосын мындай кесілген иық деп қояды. Осыны алдық. Не осының бәрі бізге шамамен 1-1,5 айға жетеді негізі. Mesela тауықтың еті де бар, бірақ тауықтың етін яқта Гюмо деген магазин бар. Үлкен супермаркет, сонда халал тауықтың еті бар. Соны аламыз. Сонымен бәрін араластырып не қылғанда, сол шамамен 1,5 айға жетіп қалады алған етіміз. Біз қазір ағысты екеміз. Нашатайды алып келуге бара жатырмыз. Кішкене жел екен күні. Сонда да ағыстай. Кеттік па? Кеттік па? Кеттік. Біз үйге келдік. Қазір тамақ істейтін боламыз, кешкі ас. Бүгін мындай каре жасаймыз. Мен кареге картоп, сәбіз, мындай баклажан, бұрыш қосам, сосын тауықтың етін қосам. Көрейік қалай жатқан.